Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен трайфл тәттісін әзірлейміз. Видеоның астында қажетті заттарды қалдырдым. Ең алдымен жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырамыз. Одан соң құрғақ қоспаларымызды қосамыз. ұн, какао, разрыхитель. Жақсылап араластырамыз бір-бірімен. Енді кезек-кезек қосамыз. Бірден қоспаймыз. Мен 3 реттен араластырып отырып қосып алдым. Осындай қаймақ сияқты консистенция шығу керек. Пергамент қағазын төсеп, жақсылап кішкене жайып аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, сахарный пудра жақсылап араластырамыз кішкене қоюланғанша. Үстінен творожный сыр қосамыз. Творожный сырды бірінші жақсылап араластырып аламыз. Жаймендеп қоса бастаймыз сосын. Бізден қою әдемі крем шығады осындай. Енді бисквитімізді піскенін тексереміз. Дайын піскен бисквитімізді қолымызбен үгітіп арнайы ыдыстарымызға орналастырамыз. Осындай арнайы өзінің ыдысы болады, немесе үйдегі бар затқа, ыдысқа жазсаңыздар болады. Үстіне жаңағы дайын кремімізді құямыз. Осылай бәрін тегістеп әдемілеп құйып шығамыз. Енді ганаш дайындаймыз. Шоколадтың үстіне сливкиді құйып, жақсылап ертіп аламыз газде. Осымен біздің ганашымыз дайын. Өте оңай, әрі дәмді жасап көріңіздер. Сәнделуін өздеріңіз қалағандарыңызша жасай бересіздер. Үстіне жеміс жидектер қойсаңыздар да болады. Мен бұл жерде вафельный крошки және де орео шоколадтарын қойдым. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді, дәмі ауызда ериді бар ғой. Астарыңыз дәмді болсын.